Бүгін құрметті оқушылар, дүниежүзі тарихы пәні бойынша сабақ тақырыбымен танысыңыздар. Неліктен апиын соғыстары осы күнге дейін Қытай халқының есінде? Сабаққа берілген оқу мақсаттары: еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау, миссионерлік міндеттерді анықтау, экспорт, импорт, экспансия, отарлау, фактория ұғымдарын қолдану арқылы тауар ақша қатынастарының дамуын түсіндіру. Бұл тақырып сіздерге өткен сабақтан бері таныс. Апиын соғыстарының болған аймақтарын, болған уақытын және де салдары мен нәтижесі жайында ақпарат алдық. Осы тұста бірінші тапсырмаға назар аударайық. Уақыт сызығында 1790 жылдан 1900 жылға дейінгі аралықтағы Қытай елінің басты оқиғаларын белгілеңдер. Күшті тұсын жоғары бөлікке, әлсіз тұсын төменгі бөлікке жазыңыздар. 1842 жылы мен 1900 жыл аралығында Қытай тарихында орын алған 4 маңызды оқиғалар жайлы қысқаша ақпарат беріңіздер. Себеп салдарды байланыстыру. Себеп пен оның әсері арасындағы қарым-қатынас. Себептерді ішкі-сыртқы факторлар туындатады. Тарихта іс-әрекетті оқиғаны, құбылысты немесе жағдайды туындататын себептер болады. Себептердің әсер етуіне байланысты тікелей немесе жанама болып бөлінеді. Салдар: бір іс-әрекет, құбылыс немесе жағдай нәтижесінде немесе зардапты болып табылады. Салдарға жағымды және жағымсыз болып бөлінеді. Екінші тапсырмамызды орындайық. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз, мұқият боламыз. Тапсырманың сұрағы: апиын соғысының туындау себебін өзектілік аймағына орналастыр дейді. Жақын аймаққа маңызды себепті, алыс аймаққа маңызды емес себепті орналастыр. Бір-бірімен байланыстырып себептерді анықта. Яғни кестенің бірінші бетіне, бірінші бөлігіне және екінші бөлігіне бірге орналастырып жазыңыздар. Үшінші тапсырма: гауһартас формасында себептердің маңыздылық деңгейіне қарай байланыстырасыздар. Яғни бірінші сатыда, екінші сатыда, үшінші, төртінші, бесінші сатыда апиын соғыстары басталуының себептерін. Апиын соғысының жағымды салдарын жоғары бөлікке, жағымсыз салдарын төменгі бөлікке орналастырыңыз. Бұл жаңағы үшінші тапсырма бойынша жүзеге асырылады. Дескрипторларға тоқталмаймын, себебі сіздер тапсырманы орындау барысында өздеріңіз көптеген мағлұматтарды ала отырып дұрыс орындайсыздар деп сенемін. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылап рефлексия жасайық. Кім, не, неліктен, қанша, қайда деген сауалдарға 5 бармаққа жауап жазыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сіздермен қысқаша сабағымыз соңына келіп жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.